Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмді, тәтті, бірақ қантсыз компот дайындайтын боламыз. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Кастрюльге 1 литр су құйып, жай отта қайнатуға қойып қоямын. Және тоңазытқышта сақталынған жидектерімізді алып, менде ежевика, клубника және малина қосамын. Барлық жидектерімізді суға жуып аламыз. Жуылған жидектерді қайнап тұрған кастрюльге саламыз. Және жай отта 7-8 минут қайнатуға қойып қоямын. Қайнаған компотымызды толық суыға қойып қоямыз. Толық суыған компотты ситадан өткізіп, кувшинға құямын. Толық суыған компотымызға табиғи 2 ас қасық бал қосатын боламыз. Балды компотқа толықтай суығанда ғана қосу керек, өйткені балдың құрамындағы дәрумендері ыстықтан жойылып кетуі мүмкін. Сондықтан толық суығанын күтіңіздер. Бұл компотта малина, ежевика болғандықтан және мед қосылғандықтан иммунитетті көтереді және тұмау кезде ішсеңіздер болады. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Осымен біздің тәтті, дәмді, бірақ қантсыз пайдалы компотымыз дайын. Ас болсын.